Bismillah. Bismillah. Ассалаумағалейкум. Я. Қайырлы күн, тағы да бір рет өзіңізге ұстаз. Сіздер көрінбей жатсыздар. Біз сұхбатымызды бастап сұрағымызды қоя берсек, қазір байланыс күшейгеннен кейін көрінеміз, құдай қаласа. Болды, иншалла жарайды. Айып етпесеңіздер, құрметті әлеуметтік желі белсенділері, мынау енді Бисмилла. Бисмилла. Бұл кісілер тағы шығып кетті ғой деймін. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Біз осы Түркістан облысының діни зерттеулер орталығымен тікелей эфирде едік. Білім-мұсылманның байлығы атты тақырыпта сөз қозғап жатқанбыз. Мынау 25 мамырда мектеп қабырғасынан бітірушілер шықты. Бір жағы осы енді бір соңғы қоңыраудың соғылатын уақыты, сол үшін енді сентябрьге ұқсайтын бір дүние ғой. Білім жайлы кішкентай сөз етуді жөн көрдік. Бір жағы қазіргі кезде әлеуметтік желіде өте көптеген тақырыпта қозғалып жатыр мәселелер. Солардың ең біреуі осы діни білім жайлы, осы исламның қазіргі кездегі дамуы төмен тартып жатыр ислам деген мақсат болып жатыр. Сол үшін бір өте маңызды тақырып, қосылып бірге отырайық. Ұстаз, енді келген жерімізден жалғастырсақ құдай қаласа. Ислам және білімнің арақатынасы, соның ішіндегі бүгінгі ислам әлемінің басқа батыс әлемінен, шығыс әлеміндегі мынау Қытай секілді, Жапония, Оңтүстік Корея секілді өркениетті елдердің ғылым технологиясынан артта қалуымыздың бір себебі неде деп ойлайсыз? Біз ислам әлемі осыдан бірнеше ғасыр алдын әлемге озық бір тәжірибемізді көрсетіп, ғылым білімде, технологияда алғашқы мемлекеттері болып есептелгенмен, өкінішке орай біздің қазір жай-күйіміз тек пайдаланушы ғана қоғам болып қалдық. Сол батыс мемлекеттерінен алынған технологияны пайдаланып қана қоюмен шектеліп қалып жатырмыз. Осы мәселеге қандай пікір білдіресіз? Бисмилла. Енді бұл кісілердің интернет желілерінен қайта-қайта шығып кетіп жатыр. Осы сауалдарыңызға жауап беріп отырайық. Ислам және білім ғылымның арақатынасы. Өзіңізге белгілі, құрметті тыңдаушы, ислам білімді әрбір денсаулығы көтеретін адамға міндеттейді, ол парыз болады. Ал қазіргі ислам әлемі неге ғылымнан артта қалып қойды десе, оған өте себептер көп. Сол себептің біреуі ислам мемлекетінің барлығы дерлік, ислам мұсылманды ұстанатын, исламдық ұстанатын мемлекеттің барлығы дерлік, біріншіден отаршыл елге айналып кеткендігі, отар болып кетті. Сол үшін құлдық сананың себебінен ислам дамымады, исламнан есім қалды тек қана. Көп адамдар ойлайды, ислам мемлекеттері деген ат бар, бірақ байқасаңыз, бұл исламның ол жердегі ғылым білім дамуына ешқандай әсері жоқ. Өйткені бірде-бір мешітте ғылым білім үйренбеңдер деген уағыз жүріп жатқан жоқ. Екіншіден, ол мемлекеттердің барлығы дерлігі зайырлы мемлекеттер. Енді зайырлы деп айтсақ қалай болады? Енді тіпті королевство, яғни патшалық мемлекеттер бар, мысалы Саудияға ұқсайтын. Бұлардың өзі діни мемлекет саналмайды. Бұл исламда бір ұстанушы, дін ұстанушы ретінде қолданғанмен бұл дінді, исламды.
Әйтсе де, олардың мемлекеттік конституцияларының барлығы шетелден көшірілгендер. Англиядан, Франциядан, ақштан конституциялар көшіріп алып келінді. Сондықтан бұл көп адамдардың, мысалы, бұл ислам мемлекеттеріндегі дамымай қалуына себепкер болды деген сөзге бір факті менен жауап жоқ. Тек қана ол жердегі болып жатқан дамымай қалудағы бірінші себеп бұл отар мемлекеттер болғандығынан, құлдық санадан ажырауымыз керек болғандығынан. Өз тарихын өзі білмейтіндігі, өз тілін өзі шала білетіндігі, мысалы, арабтардың өздері өзінің әдеби тілін сөйлемейді, көшенің тіліне өтіп кеткендігі, осындай көптеген себептер бар. Ал діннің өзіне келсек, мысалы, біздің ислам мұсылмандардың өзі дінді дұрыс ұстанбайтынымыз. Мысалы, айтыңызшы, қай мұсылман адам өзінің көршісіне қатты көңіл бөліп жатыр? Қазіргі кезде өте аз. Қай мұсылман адам көшедегі жатқан затты алып тастап садақа береді? Ең кемінде жымиып күлуді садақа деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өткенде біздің экспода келіп кеткен қонақтарымыз айтады дейді. Мысалы, біздің астанамызға келіп кеткен қонақтарымыз, елордаға келгендер айтады, мен енді көпшілік орындарға кірсең, осы елдің азаматтарының біразы бір андай күліп жүрмейді, маңдайлары тырысы бір сондай бір түнеріп жүреді деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екінші бір бауырыңа күлуің сені садақа дейді. Одан бөлек біздің исламда өте көптеген нәрсе бар. Мысалы, ата-ананың құқығы бар. Біздің ата-анамыздың қақысын жеп атқанымыз қаншау, мысалы. Одан бөлек өзіңнің тоқ отырып, көршіңнің аш отырғандығы дейді. Біз көршінің жағдайын ешқашан сұрамаймыз. Bir үйде тұрып, тіпті бір-бірін танымайтын көршілер қаншау. Өте көп. Біздің мұсылман мемлекеттер деген атымыз ғана бар. Исламды ұстануымыз жоқ ол нәрсе. Сол үшін құрметті. Енді бұл сауалдың бірден бір жауабы, ислам ғылым білімге өте жақсы қарайды. Оған құштарлық танытады. Парыз деп, міндет деп біледі. Бірақ қазіргі ислам дұрыс ұстанбағандығынан аты ғана қалды. Ал одан бөлек жаңағыдегі исламнан ат қана қалды. Бұл ислам ғылым білімді тоқырауға алып баратқан себепкері болмайды. Оны дұрыс білуіміз керек. Енді осы орайда ұстаз, екінші бір мәселе, бүгін 25 мамыр дәстүр бойынша соңғы қоңырау шалыну керек болатын, бірақ төтенше жағдай карантинге байланысты бұл мәселелер енді мүмкін болмай тұр. Бірақ бұның қайтып қоятын деген сұрағымыз мынада болып тұр. Біздің ұлттық бірыңғай тест тапсырады, Құдай қаласа біздің түлектеріміз. Бір енді армандаған оқуына түсіп жатады. Өкінішке орай кейбіреулерге бұл бақыт нәсіп етпей жатады. Сонда бір армандаған оқуына, өзінің межелі көздеген балына қол жеткізе алмаған, оқу орнына түсе алмаған жастарымыз өкінішке орай өз-өзінің өміріне қол жұмсап жататын жағдайлар кездеседі. Бұл мынау статистика деп жатамыз ғой, мәліметтерге сүйенсек, әсіресе осы ұлттық бірыңғай тест тапсырумен және мектеп бітірген түлектердің оқу орнына түсе алмай қалуымен өте көп сирек кездесетін жағдай екен. Осы орайда енді бұл мәселеге әлбетте өте бір қиын сауал екен шынымен. Мынау дәстүр бойынша расында да 25 мамыр соңғы қоңырау шалынатын уақыт, ұлттық бірыңғай тестке дайындық кезеңі. Осы кезде шынымен ақ көп адамдар осы бір тестті өздеріне бір өте қатты алғандығы сонша, Құдай сақтасын. Кейбіреулер рас, енді өзімізде енді діни адам болғасын, бір жағы молдалығымыз да бар. Кейбір адамдар келіп дем салдырып жатады балаларына. Неге десеңіз, балам қатты күйзелістен ұйықтай алмай қалды дейді. Балам өзінің осы жаңағыдегі неге қатты көңіл бөлгеннен ұйықтай алмай қалды. Кейде жаңағыдай тамақ жемей қойды деп молдаға келіп дем салдырып жатады. Бұл расында да сол кезде біз байқаймыз, бұл нәрсенің өте ауыр әсер етіп жатқанын. Қазіргі кісілерге айтатын кеңесіміз, құрметті бауырлар, бұл емтиханға негізі ата-ана баласын дайындағанда, сен осыны тапсырсаң адамсың, тапсырмасаң басқа ешкім болмайсың, өміріңнің бүкіл маңызы деп өйтіп қатты қарамау керек. Өйткені мемлекетіміз енді ол тапсыруды әлде қайда барынша жеңілдетуге әрекет жасап жатыр. Мұғалімдермен жұмыс жасап жатырмыз. Одан да бөлек
баланы бірінші орында ата-ана психологиялық дайындықтан өткізсін. Бұл өмірдің бір кезеңі ғана. Иншалла ол кезеңнен сүрінсе, тағы да алдынан көптеген бұдан да ауыр нәрселер күтіп тұрған шығар. Одан сүрінбей өту үшін ата-анасы жас кезінен дайындау керек. Сол үшін біз айтатынымыз, мысалы, дін мәселесі, діни адам ретінде айтатынымыз, құрметті бауырлар, өмірдегі барлық сынақ адам баласына бірде ауыр, бірде жеңіл келеді. Бірақ бұл өмір ғой, біреу келсе, біреу кететін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлбетте қайғының соңынан қуаныш міндетті түрде келеді деген тұжырым айтып кетеді. Сол үшін айтатыным, құрметті бауырлар, шын өкінуші адам дүниеден өтіп кеткен адам, осы өмірде еш нәрсесін істей алмай қалған адам, немесе шын өкінетін адам қиямет күні бері қарай қайта алмай, өзінің сұрақ жауабын бере алмай жатқан адам өкінеді. Ал мына дүниенің емтихандарынан ондай бір қатты ауыр сезініп, ондай бір өзі бір сондай жаман желіге шейін алып бару, бұл дұрыс емес нәрсе. Сол үшін бұл іске әлде қайда ата-ана да көп көңіл бөлсін. Әлбетте бізге алып келсеңіздер, әлбетте балалармен сөйлесіп те береміз, бірақ өз-өзіне қол салу немесе өз-өзіне бір зияндық келтіру денсаулығына, бұл шариғатымыз құптамайтын істер. Одан өте қатты сақ болу керек. Енді ұстаз, тағы бір сұрағымыз бар. Енді Құдайға шүкір, тәуелсіздік алып, еңсемізді тіктеп, ата-бабамыздың сан ғасырдан бері ұстанған ислам дінінің қайта түлеуіне тәуелсіздікпен біздің бағымызға орай жол ашылды. Енді осы орайда мәселе діни білімнің негізін, алғашқы іргетасын өзіміздің елімізде, өзіміздің мемлекетіміздегі оқу орындарымызда алғаны дұрыс. Білім алу мәселесін өзіңізде оқыдыңыз. Қазір сауалыңыздың енді барысын, жобасын түсініп отырмын. Осы орайда енді әлбетте алғашқы дін сауатын біздің елімізден алу қалай, біздің елімізден алмау қалай, өзге елге қарай ұсыну, қызығу қалай деген мағынада қойылып тұр ғой бұл сауал. Әлбетте өз басымда мен алғашқы діни білім сауатымды өзіміздің елден алдым. Мен ұстазым алғашқы білімді берген Мұхамеджан ағай деген кісі, осы Кентауда тұрады, әлі күнге шейін ұстаз санаймыз. Одан кейінгі ұстазым Садуақас деген қари кісі, бұл кісі де сол кішкентай Құран жаттауыма себепкер болды. Осы екеуі де менің сауатымды ашқан кісілер. Сондықтан бұл кісілерге өмір бақи қарызбыз. Сол үшін айтатыным енді оның маңыздылығына тоқталып өтіп кетейінші. Біріншіден, діни білімді алғашқы нүктесін біздің елден алудағы мақсат, біріншіден біздің еліміз ханафи мазхабы. Сол мазхабтың дәмін татпай, сыртқа барып, діни басқа бір ағымдарға кіріп кету ықтималы бар. Біріншіден. Екіншіден, ақида мәселесі. Қазіргі кездегі біздің проблемаларымыздың бірі осы сәләфизм, уахабизм мәселесі. Осы сәләфизм, уахабизмде расында да бір үлкен проблема, ол мына қазіргі кездегі көп жастарымыз соған еліктеп кеткендік. Бұл ақидадағы ол кісілердің осы проблемаларынан шығады. Бұны біздің елімізден білім алмаған адамдардың соңынан еру, интернетке еріп кету, немесе сол бір шетелге қызығып, мысалы мен арабқа қызықтым, түрікке қызықтым, басқа біреуге қызықтым деген себебінен сондай бір өзін ұрынып алу. Сол үшін осы бір үлкен қауіп, өзін бір ағымға, жат ағымға кіріп, өзінің қазақи дін ұстану, өзінің біздің еліміздің дін ұстану тәрізін түсінбей бұзу болып табылады. Сол үшін бірінші орында әлбетте діни білімді міндетті түрде жергілікті азаматтардан алып, содан діни білімнің дәмін сезіну міндет болады. Онсыз діни білімді ұстану жақсы емес. Сол үшін біз қайда болсақ та, тіпті кітап оқысаңыз да, кітаптың бетіне міндетті түрде сараптамадан өткен деген жазу тұру керектігін міндеттейміз. Екіншіден, қандай да бір интернет желісін ақтарсаңыз, дін іздеймін деп, міндетті түрде ол кісі рұқсат етілген, яғни
осы сауатты мектеп көрген діни маман болуы міндет. Мысалы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тарапынан бекітілген болсын, немесе мемлекет тарапынан бекітілген діни орталықтың қызметкері болуы керек дін туралы сөйлеу үшін. Басқа адамның дін туралы сөйлеуін тыңдамаңыз. Оған тыңдау өте сізге қауіп. Ол дінді ұстандым, өте керемет естіп жатырмын, өте бір жақсы нәрселер түсініп жатырмын, барлық ақиқатты айтып жатыр деген жай ғана алданыш сезім, бірақ одан басқа еш нәрсе емес. Сол үшін барынша айтатыным, құрметті бауырлар, дін мәселесін жергілікті ұстаздарымыздан алуыңыз міндет. Бисмилля. Бүгін енді интернет желісіміз сәл төмендеу болып тұр. Әйтсе де осындай бірнеше сауалдарға жауап беріп өттік. Мен қорытып кетейінші сол сауалдарды біртіндеп түртіп, енді қосылып жатқандарға да өте қысқа айтылып кетсін. Біріншіден, ислам діні білімге қаншалық көңіл бөлу туралы сұралды. Әлбетте, исламда діни білім міндетті, парыз болады. Содан бөлек оның әлбетте алғашқы медреселер туралы сұралды. Әлбетте алғашқы медреселер өзінің қалай айтсам, атқарып жатқан қызметі жағынан біздің медреселерден айырмашылық қылынады. Өйткені ол кездегілер бірінші сауат ашумен айналысты. Екіншіден, ол кезде қағаз берілмейтін, шынайы оқимын деген адам, мұқтаж адам келетін. Қазіргі кезде сәл бөлектеу. Әйтсе де ішінен барынша теріп, осы қаймағын теріп, шын қызыққан адамды теріп, оқытуға әрекет жасап жатырмыз. Әлбетте, одан да бөлек енді қазіргі кезде медреселеріміз колледж болды. Ол енді бірақ қуанатын жағдайымыз. Сол колледждеріміздің жаңағыдегі мемлекет тарапынан рұқсат алып дамуы бұл өте үлкен дүние. Сонан соңғы кеткен дүниеміз бұл ислам мен білімнің арақатынасы. Бұл туралы мен айтып кеткен сұхбатым бар. Оны жақында тағы да өте көтеремін, иншалла. Ислам дінін неге артқа осы мемлекеттер, ислам мемлекеттері төмен қалып жатыр? Тарихқа үңілетін болсақ, алгебрада, медицинада көп нәрселердің барлығы осы ислам тарапынан шықты ғой. Неге енді қазір ислам мемлекеттері төмендеп қалды деген нәрсені бұл туралы кітаптар, мақалалар, қанша ойшылдар ой қозғаған дүние, бұның барлығын оқып тамамдауға әрекет жасап жатырмын. Сол үшін сол ойдың бәрін тұжырымдап, өзің ойымды қосып, иншалла бір күн бір бағдарлама қылсам деген ниетім бар. Бірақ қысқа айтқым келетіні, бірінші себеп, мұсылман мемлекеттерінің көпшілігі отар мемлекеттер. Құлдық сана ол кісілерді дамытпай отыр. Бір. Сол үшін осы үлкен себептің біреуі сол құлдық сананың себебінен. Бұдан біз айырылмай әлі дамымаймыз. Соның үшін білім ғылымға деген біздің құштарлығымыз, жастарымыздың кітапқа деген құштарлығы өте төмен, әлі де жылататын жағдай. Сосын өте үлкен маңызды мәселе қозғалып кетті. Бұл 25 мамырда біту соңғы қоңырауға байланысты осы ОБТ мәселесі. Кейбіреулер шынымен өз-өзіне қол салып, сондай бір зияндыққа барып жатады екен. Бұл жақсы емес нәрсе. Жастарымызды бұл нәрседен тыйылуын сұранамыз. Бұл өмірдің әрбір кезеңі. Ондай кездерде біздің есігіміз ашық, психологқа барыңыз. Ата-аналарға да айтатыным, ашық сөйлесіңіздер ұлдарыңыз, қыздарыңызбен. Оларды қыспаңыз. Бәлки өмірге кең қараңыздар. Өмір ол нәрсемен бітіп қалмайды. Оны қайтадан апелляция қылып, қайтадан тапсыруға да әрекет жасауға болады. Сол үшін ол нәрсені жаңағыдай балаңызға бір сондай бір өміріңнің шешімі, олсыз сен ешкім емессің деп апарып, сол өз-өзіне қиянат жасатуға апару дұрыс емес. Бұл жастарға да, ата-анаға да айтылатын насихатымыз. Одан бөлек әлбетте діни білімді алатын кезде міндетті түрде діни білімді кімнен алу керек? Біздің елден
осы біздің Қазақстандағы ұстаздарымыздан алмай болмайды. Осы нәрсені өте қатты есте сақтаңыздар, жақсылар. Иә, бүгіннен бастап қазаларыңызды өтеп, бүгіннен бастап нәпіл намаздарды, нәпіл оразаларды тұта берсеңіздер болады. 6 күн нәпіл ораза тұту өте тамаша нәрсе. Шәуәл айы басталды, осы 28 күн, 26 күн ішінде тұтып бітсеңіздер өте керемет. Мұндағы енді көп сауалдар бар екен. Иншалла бір арнайы уақыт бөліп, Құдай қаласа сауал жауапқа тағы да отырармыз. Мұсылманның дін білімі жайлы қозғалған мәселеміз өте кең болу керек еді. Сол үшін, құрметті бауырлар, айтпақ мәселем, білімге көңіл бөліңіздер. Білімге балдарыңызды, өздеріңізді құштар болыңыз. Үйге көптеген мектептер алып келіңіз, кітаптар алып келіңіз, кішкентай кітапханаңыз болсын. Сол үшін кітапханасыз қазақтың үйі болуын қаламас едім. Бір кішкентай, бір сөрі болса да бірнеше кітап қылып, балдарыңыз кітап оқы әрекет жасаңыздар. Кітап білім бұлағы дейді. Әлбетте сақтап қоямын. Түркістандағы осы бүкіл осы қазақтың даласында дін мәселесіне көңіл бөліп, соның тыныштығын, дұрыс болуын ниет қылған әрбір азаматқа Алла Тағала бақ береке берсін. Істеріне береке берсін деп тілеймін. Сауда саламат болыңыздар. Арнайы эфирде тағы да жолығамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.